Теріс исламдық салафиттік ағым ұлттық және мемлекеттік мүддемізге қатер төндіріп жатқаны жөнінде арабизм дертінің алдын алудан туған. Рахмет, төраға мырза. Елдегі теріс исламдық салафиттік ағым ұлттық және мемлекеттік мүддемізге қатер төндіріп жатқаны жөнінде өткен аптада мәжілісте депутаттық сауалдар жолданғанын білетін шығарсыздар. Бұл сауалдар еріккеннің ермегі емес, Қазақстан қоғамын, оның рухани ортасын барған сайын меңдеп бара жатқан салафизм, арабизм дертінің алдын алудан туған жан-дәрмен азаматтық алаңдаушылықтың мүддесі еді. Құрметті әріптестер, біз мемлекетіміздің ұлттық тұтастығы мен халқымыздың дәстүрлі діни діңін, ұрпағымыздың болашағын қатерге байлап бере алмаймыз. Біз ұлттық қадір қасиетімізді сақтаймыз десек, елдің ішіне іріткі салған жат діни ағымды ақыл санадан да, ауыл қаладан да қуып шығуға міндеттіміз. Бірақ депутаттар қаққан дауылды бұлар ислам дініне қарсы шықты деп, әлдекімдер әлеуметтік желіде Ринаттың 80% сияқты өңін айналдырып дабыра салып жүр. Ескерте кетейін, біздер жалпы исламға және елдегі исламның Ану Ханифа мәзғабына қарсы емеспіз. Біз дәстүрлі дінге бүйі түйгендей болған салафизм, уахабизм идеясына қарсымыз. Құрметті Тамара Қасымқызы, осы орайда менің үкіметке және министрлер комитетіндегі әлеуметтік саланың жетекшісі ретінде сізге бір сауалым бар. Қазір қазақ халқының ежелден өмір сүру және тұрмыс салт дәстүріне жат салафизм сектасы мен жат идеологиялық ағымға қарсы үкімет тараптан жасалған концепциялық бағдарламалар бар ма? Елдегі исламдық діншілдік алауыздықтан туындайтын ұлттық қауіпсіздікке қарсы қатерге қарсы тұру мақсатында үкіметпен тиісті уәкілет. Рахмет сұрағыңызға. Ермар Сейтқазыұлы, жаңа концептуалдық құжаттар жөнінде өзіңізге белгілі 2011 жылы біздің діни қызмет және діни бірлестіктер жөнінде заң қабылданған. Сол заңды орындау үшін соңғы 5 жылда 2017 жылдан 3 концептуалдық документ қолға алыныпты. Енді оның бәрін өздеріңізге белгілі, мемлекеттік саясаттың дін саласындағы ойындалу жөніндегі тұжырымдама мен кешенді жоспар. Сонан кейін 2018-2022 жылдарға арналған діни экстремизмге және радикализмге қарсы мемлекеттік бағдарлама болған. Бірақ енді атқарылған жұмыстар бар, олардың бәрін тізбелеп отырудың қажеті жоқсыздар, оны қажет болса жазып беремін. Бірақ бүгінгі негізгі проблема, өздеріңіз айтып отқан проблема, үлкен проблема болып отыр. Мен тамыз айынан бастап осы мәселемен шұғылдана бастадым. Сөйтіп, біраз теологтарды, діни бірлестіктердің өкілдерін шақырдым. Олардың пікірлері де сіздермен пікірлес. Сіздердің ұсыныстарыңыз оларды қолдап отыр. Бірақ осыған қосымша тағы 3 проблеманы айтып отыр. Бірінші, біздің әлеуметтік желілердегі әртүрлі діндерді, әртүрлі бағыттарды уағыздайтын контенттерге тосқауыл қоя алмай отырғанымызды. Екінші, біздің қоғамдағы діни сауаттылықтың төмендігін. Үшінші, енді мойнымызға алуымыз керек. Мемлекеттік органдар, осы жұмысты реттейтін мемлекеттік органдардағы реттеу жұмыстары менен ұйымдастыру жұмыстарында әлі шалалықтар бар. Мысалы, кешегі енді мектеп басталар алдында хиджаб бойынша біздің мемлекеттік органдардың толық жауап бермеуі қоғамның өзін үлкен пікірталасқа алып келді. Сондықтан да енді жалпы өзіңізге белгілі ғой, дін деген өте нәзік нәрсе. Ол адамның танымы. Сондықтан да біз көп нәрсені заңды түрде реттеуіміз керек деп отырмыз. Сондықтан өздеріңіз ұсыныстарыңызды қолдай отырып, мен ойлап отырмын, біз шетелдік тәжірибелерін бәрін қарадық. Сауд Арабиясының өзінде мемлекеттік реттеу, діни бірлестіктерді мемлекеттік реттеу функцияларын күшейтіп жатыр. Сондықтан да өздерінің ұсыныстарыңызбен бірге заңға өзгеріс енгізу керек деп отырмыз. Ондағы 2 мәселені қарауымыз керек шығар. Мемлекеттік біздің зайырлық қағидаттарын нығайту және діни бірлестіктерді мемлекеттік реттеу мәселелерін күшейту туралы өзгеріс енгізетін болсақ, бүгінгі жұмысымызды дұрыстауға болады деп ойлаймын. Рахмет. Мәселе бойынша 3 бірдей депутаттық сауал жолданды. Депутат Бапи, депутат Әлтай, депутат Исаның. Соған біз осы премьер-министрдің үкіметтің атынан нақты шешімдерімен жауап күтеміз.